достар. Соңғы рет қораптың дауысын естиміз. Сонымен давайте қазір по порядку көрсетемін. Ең алдымен маған көзге түскен ол осындай шербет. Айта кетейін, мына жақтағы көп заттармен мен бірінші рет қолданып жатырмын, және отзывтарын будущий мен инстаграмнан көре аласыңдар. Вот мен инстаграм күшті фотоларға толы, күшті контент саламын, сондықтан тезірек инстаграмға тіркел. Шербеттің қорабы өте өзгеше. Дыбысынан білуге болады қандай өзгеше қағаздан жасалынғанын. Сонымен ашайық. Сырты да өзім өте өзгеше екен. Вот бұл бізде шербет. Бірінші рет қолданамын, сондықтан әзірге отзыв айта алмаймын. Мен по порядку кете берейін. Бұл бізде шербет болды жаңағы. Ол ең бірінші бетті жуғанда қолданатын нәрсе. Шербеттен кейін біз осындай умывашканы қолданамыз, бет жуатын, вот конкретно бет жуатын. Бұны да мен бірінші рет қолданамын. Көбі мақтады осыны, сондықтан қолданып көреміз. Ішінде осындай домалақтары көп екен. Ауа. Менің қораптарын сақтайтын әдетім бар, сондықтан қораптардың бәрін сақтап қоямын. Келесі зат ол маманікі, сондықтан тиіспейміз. Бетті жуып болғаннан кейін маска немесе пилинг жасаймыз. Және мен осындай пилинг алдым, кровавый пилинг. Ішінде кислотный, яғни қышқылдармен бетке өте күшті әсер етеді. Бұның мен Ordinary'дан, яғни басқа компаниядан алған едім, енді басқа компаниядан көремін. Әзірге ашпақ қоян, себебі әзір мен бұны қолданбаймын. Мен дым көрмегенде 3 сыворотка алдым, үшеуде әртүрлі. Сондықтан үшеуін комбинация істесем күшті результат болады деген үміттемін. Бірінші ол ретинол сыворотка, ретинол, сосын витамин С, сосын азелаиновая кислота. Үшеуде менің теріме жақсы әсер етеді деген үміттемін. Бүгін мен осы ретинолды қолданамын, сондықтан осыны бірінші ашамыз. Бірінші емес, вообще осыны ғана ашамыз, хорошо. Вот осындай сыворотка көреміз қолданып. Ретинол өте теріге пайдалы. Келесі ол бізде кәдімгідей крем. Просто жай ғана крем, барлық уходтан кейін жағылады. Подругамның осындай кремнің басқашасы бар, сонда маған қатты ұнап қалды. Сол себептен өзіме басқаша өзімнің теріме сай түрін алдым.
реклама істейтін дәрежеге жетеді екенмін, достар. Келесі бізде SPF Beauty of Juzan. Өте жақсы SPF деп естігенмін, сондықтан өзіме осындай алдым. Қараңдар, мына жақта еще есімдер жазылып тұр, Beauty of Juzan деп. Күшті, иә. Осындай кішкентай ғана крем почти 9000 теңге тұрады. Келесі ол бізде осындай патчи. Бұны шыққан прыщикке жаңағыдай үстіне жабыстырып, примерно жарты күнге, бір күнге жабыстырып қойсаңыздар, кейін ол прыщикті жояды. Сондай патчи. Ашып көреміз ба? И все, что ли? Соншама үлкен пачка істеген, сондай қысы ішіндегі осы не болса сатпайды. Бізде осындай патчилар көрініп тұр ма? Осындайды прыщикке жабыстырып қояды. Сонда бізде еще 18 патчи. И все. Тоже бірінші рет қолданамын. Если что, кейін инстаграмда көрсетемін. Және соңғы тауар бұл бізде пятна выводитель. Бұл киімдегі тақтарды кетіреді. Жай ғана порошоктан кетпейтін тақтар болады. Әсіресе менің киімдерімде, мен білмеймін, бір жаққа тамақ жеуге барсам, обязательно үстімдегі киімді бүлдіремін. Білмеймін, почему-то мне солай осындай нәрсе өте керек. Себебі таза болып тұру керек киім. Давайте қолданып көрейік қазір. Вот бізде осындай футболка бар. Өте тола тақмында. Бүгін ғана кидім еще. Сондықтан осы пятна выводительмен қазір деп көрейік. Негізі зепкенеден бірден жуу керек. Бірақ бұны мен ертең